ертеде. Кең даладағы шағын үйде ата мен әже өмір сүріпті. Бір күні ата: әже, бауырсақ пісіріп берші дейді. Әже аз ғана ұнды жинап қамыр илеп бауырсақ жасапты. Әже қамырды домалақтап пешке салып пісіреді. Бауырсақ қызарып әдемі болып шығады. Терезе алдына қойылған бауырсақ кенеттен тіріліп кетеді. Бауырсақ терезеден домалап аулаға, одан әрі жолға шығып кетеді. Мен атадан да, әжеден де қаштым, деп қуанып әндетеді. Орманда бауырсаққа қоян жолығады. Бауырсақ, мен сені жеймін, дейді қоян. Бауырсақ әнін айтып домалап қашып кетеді. Жолда бауырсаққа аш қасқыр кездеді. Тоқта, бауырсақ, мен сені жеймін. Бауырсақ тағы да әнін айтып қасқырдан құтылып кетеді. Орман ішінде үлкен аю жолын бөгейді. Бауырсақ, тоқта, дейді. Бауырсақ ән салып аюдан да қашып кетеді. Әдемі қу түлкі бауырсақты тоқтатады. Әніңді естісем бола ма? дейді. Бауырсақ мақтанып түлкінің тұмсығына отырып ән айта бастайды. Түлкі айламен бауырсақты жеп қояды. Ертегі бізге мақтаншақтық пен аңғалдықтың қауіпті екенін үйретеді.